Бүгін сіздермен бірге өте тойымды әрі өте дәмді болып шығатын қуырылған лағман деп аталатын тағамды бірге дайындайтын боламыз. Ең алдымен осылай көкөністерімізді жуып, тазартып алатын боламыз. Тазартылған көкөністеріміздің барлығын дәл осы видеодағыдай етіп, турап алдын ала дайындап қоямыз. Пекин капустамыздың ортасындағы осындай қатты бөлігін бүгінгі тағамға пайдаланатын боламыз. Ал қалған жұмсақ бөлігін тастап жіберуге асықпаңыздар. Осындай жұмсақ бөліктерінен жасауға болатын өте оңай әрі дәмді болып шығатын салаттың рецептісімен келесі видеода сіздерге бөлісетін боламын. Етімізді де осылай жалпақ жұп-жұқа етіп турап дайындап қоятын боламыз. Дайын қамырымызды да жеуге ыңғайлы болу үшін осылай ұсақ бөліктерге турап аламыз және өзімізге қажетті бөлігін алып қоямыз. Қызып тұрған табамызға сұйық майымызды құямыз. Ең алдымен етімізді салып, жақсылап қып-қызыл етіп қуырамыз. Үстіне туралған пиязымыз бен чесногымызды да қосып, шамамен 2-3 минут уақыт бойына жақсылап қуырып аламыз. Мен бұл жерде тұз қосқан жоқпын, себебі етім тұздалған ет болатын. Сіздер қалауларыңыз бойынша тұз және дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Келесі ыдысымызға көкөністеріміздің үстіне томат пастасын қоса отырып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Бұл тағамның жасалу жолы өте көп, бірақ дәл осы рецепт бойынша жасап көруді сіздерге ұсынатын боламын. Осындай қоңырқай түске енгеннен кейін бөлек ыдысымызға алып қоямыз. Келесі кезекте лағманымызды осылай соя араластырып, азғантай уақыт бойына қуырамыз да, үстіне жаңағы етімізді, қуырылған көкөністерімізді салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Ал мінекей қыздар, біздің өте дәмді, өте тойымды болатын қуырылған лағман деп аталатын тағамымыз дайын. Егер де менің видеом ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.